Салем, құрметті қыз-келіншектер, сіздермен Мика Келинка. Бүгін осындай дәміде өзіде керемет гуляш дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік. Қызып тұрған қазанымызға ең алдымен сұйық майымызды құйып аламыз. Майымыз қызыды, ендеше етімізді салып аламыз. Осылай етіміз қоңыр түске келгеннен соң су құямыз. Туз саламыз. 2 чеснок және лавровый лист саламыз. Дәмі өте дәмді шығады. Қазанымыз қайнаған соң астыны жай қойып, 1 сағатқа дымдап қоямыз. Мінекей достар, арадан 1 сағат өтті, еттің суы бітті. Енді үстіне пияз салып қызартып қуырамыз. Тамақтың гарниріне пюре жасаймыз, сондықтан картошкамызды жуып, суға салып қоямыз. Пиязымыз қызыл болып қуырылды, енді сәбіз қосамыз. Томат саламыз. Бәрін жақсылап қызартып қуырып, үстінен су құямыз. Тағы да жарты сағат астыны жай қойып қайнатып аламыз. Ұнымызды осылай қуырып аламыз. Қоңыр түс болғанша. Ұнымызды осындай қоңыр түске келгенше қуырып алып, сосын жаймендеп тамағымызға қосамыз. Сонда тамағымыз қою әдемі